Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен Манат, мен бүгін сіздерге ораза жайлы ақпарат айтатын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып және все деген белгіні басып кетуді ұмытпаңыз. Ораза ұстау жалпы мұсылман халқының парызы. Оразаның парыз болу шарттары: мұсылман болу, балиғат жасында болуы және ақыл есі түзу болу, оразаны ұстауға күші жету және жолаушы болмау. Оразаның дұрыс ұсталу шарттары: хайз бен нифастан таза болу және ниеті барлық оразасында жақсы ниетпен ниеттенуі. Аузы берік адамның жақсы сөздер сөйлеуі, бос сөз бен орынсыз іс-қимылдарынан бойын аулақ ұстауы қажет. Аузы берік адам бос уақыттарын нәпіл ғибадаттармен, ғылыммен, құранмен және зікір салауат айтумен өткізуі керек. Оразада мен оразамын деп айтуы сүннет. Пайғамбарымыз былай дейді: кімде-кім аузы берік болса, жаман сөз сөйлемесін, дұрыс сөйлеп айқай шығармасын. Біреу оған тіл тигізсе немесе онымен ұрысқысы келсе, оған мен оразамын десін. Ораза ұстағанда мына нәрсені жасау сауап: бір жұтым су ішпей сәресіге тұрып ішіп жеу. Пайғамбарымыз мына тұрғыда сәресіге тұрыңдар, өйткені сәресінің тамағында берекет бар. Аллах сәресіде тамақтанғандарға рахымдылық етіп, періштелері де олар үшін кешірім тілейді. Мұсылман қауым, ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, ниет еткен дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Менің дайындаған видеом сіздерге өз пайдасын тигізсе, менің каналыма тіркеліп, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен осы ораза жайында бөлісе отырыңыздар. Және де өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Мен сіздермен түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.